Мен үлкен қызымның жақсы білім алғанын қалайтын. Сол кезде университет таңдап жүргенбіз. InDrive'тан хабарлама келген кезде шарттарымен танысып, сеніңкіремей қалдым. InDrive'тың қоғамға көмектесіп жүргенін естіп жүргем. Содан кейін неге біз бағымызды сынап көрмесек деп ойладым. Әкем екеуміз сайттар мен әлеуметтік желілерді қайта-қайта қарап шықтық. Және де бұл рас екеніне көзіміз жетті. Бірақ маған бағдарламаға түсу оңайға соққан жоқ. Мен екінші реттен түстім. Және де бағдарламаға түскенім жайлы хат келгенде мен қатты қуанып кеттім. Және де бұл қуанышымды ең алдымен ата-анама жарияладым. Ата-анам да қатты қуанып кетті. Сол кезде өмір маған сен дұрыс жолдасың дегендей болды. Басында келгенде мен өте қатты қорқатым, себебі басқа қала, басқа орта. Бірақ та мен күн сайын өзіме айтатынмын, үлкен жетістіктер кішкентай іс-әрекеттерден басталады. Менің ағылшын мұғалімім айтқандай, step by step. Ендігі менің мақсатым Foundation бағдарламасын аяқтап, English New университетіне түсу. InDrive маған үлкен мүмкіндік берді. Және де бұл мүмкіндікті басқаларға да көрсетіп, оларға үлгі болғым келеді. Мен де барлық ата-аналар сияқты қызымыздың шетелден білім алғанын қалар едім. Бірақ Қазақстанда да осындай білім алатын жер бар екенін білмедік. InDrive – бұл жүздеген мүмкіндіктердің символы. Әркім өзі үшін не әділ екенін өзі шешеді. Сол себепті бұл мүмкіндік менің өміріме дәл-дұрыс сәтте келді деп ойлаймын. Қызымды әр істе қолдауға дайынмын. Себебі біздің қамқорлығымыз арқылы балаларымыз бізден де мықтырақ, ақылдырақ, әрі мейірімді болып өседі деп сенемін.